Мен сіздермен хакер достар бүгінгі видеода достар мен Майнкрафттың достар настройкасын достар компьютер настройкасында қылды достар сіздерге қолынан келгенше достар үйрететін боламын достар достар менің осы видеоны достар құрметтелген жағдайда достар менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, лайкларыңызды һәм подпискаларыңызды һәм комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ал біздер кеттік достар. Біріншіден достар біздер настройкаға кіретін боламыз достар. Осы настройкаға кіреміз. Һәм достар мына контрольде контрол касиди достар ең бірінші достар касиния дегенді достар көрметқаларға қазір белгілеп көрсетіп жіберемін. Міне дәл осы касиния деп тұрды достар. Дәл соның үстін басатын боламыз достар. Сөйтіп мына жерде достар дәл осы жерде разделите элементар управления деген достар сіздер достар сіздер үшін достар қосып қойыңыз керек. Сонда достар Майнкрафтта ойнаған кезде алдында плюс белгісі шығатын болады компьютерге. Клавиатура и мыши деген достар. Мынаны достар қар өзіңіздің жағдайларыңызға қарап өзіңізге қандай нормальный болса өзіңіз қоятын боламын. Мен өзім 40-қа қойыппын. Так, сөйтіп достар мына жақта достар компьютерларда болатын клавиатура достар. Енді біздер видеоға қарап мәселен достар көп ютуберлер достар мәселен компьютердің графикасы достар мына затты достар полный түсіріп ямаса ортасына қойып қоямыз. Көп десеңіз достар ана мирға кірген кезде қазір көрсетіп тұрғанмын. Мирға кірген кезде достар ана плюс белгісі достар кішірейіп қалады достар. Мәселен көп ютуберлер компьютерінде байқасаңызда плюс белгісі үлкейіп болып кішірейіп зум болып кішірейіп олатып тұрғандай болады достар. Сіздер достар ұсынып қойып аламын достар. Сіздерге әлбетте ұнайды деген ойдамын достар. Так, қазір қайттан настройкаға кірейін. Достар настройкаға кірдім. Так достар біздер мына жақта ой достар кешіресіздер. Так достар мына жақта достар язык анау мәселен достар менде достар қазір өзім русскийге қойып достар. Har мемлекетте тұрғалы достар мына жақта өздеріңіздің тіліңізді қойып алсаңыз болады. Мысалы үшін мен достар русскийді қойып бар. Русскийде қайда десеңіздер достар астқа өткізсеңіздер 5-6 қатарда тұрады достар. Қазір көрсетіп жіберемін. Достар міне тұрыпты достар. Міне русский язык деп тұрды достар. Дәл соған қоясыздар өздеріңіз достар. Так, мынаны өшіріп тұрамыз һәм кешіресіздер. Так достар біздерден достар мәселен біздер өздеріңіздің мейіріміз достар бір мейір достар дәл осы сақлауға қояды. Міне достар мен бір мейірімді өзім сақлап қойыппын. Оны қалай сақлайды десеңіз достар 50 мың подписчик деген достар бұл мейірді қалай сақлайды екенін айтатын боламын достар. Достар музыка достар бұл жерде музыка тұрады. Бұл музыканы достар өздеріңіз достар мына достар звук достар өздеріңіздің құлағыңызға қарай. Мәселен құлағыңыздың дауысы ауырлау пәс ететін болса достар мына несе ұзынды полный қоясыздар. Мен өзім құлағым нормальный істеуім үшін так достар мен 80-ге қойыппын достар. Громкость звук деген достар 100 достар. Міне громкость звук деген 100. Так, мен соны 100-ге қойыппын достар. Мынаны umuman қоспаңыз достар. Бұны қоссаңыз достар мәселен сіздің мына сөйтіп қойған затларыңыз звук деп тұрды ғой достар. Міне белгі қойдым жерге. Осы звук достар мынаны қоссаңыз достар Майнкрафт Майнкрафтыңыз қатып қалуы мүмкін. Сол үшін бұны қосуыңызды тәмінлеймін достар. Так, біріншіден енді клавиатура и мыши деген астында контроль деген тұрады. Контроль деген тұрады жерде. Так, кіргізейін. Ой. Достар кешіресіздер анда шығып кетті. Так, қазір контроль мыши деген астында контроль мыши деген тұрады. Қазір көрсетіп жүремін оны. Мен дәл мына жерде тұрыпты. Қазір соған кіреміз де һәм автоприжок дегенді басамыз. Автоприжок дегенді оны өшірмеңіз тәмінлеймін. Оны өшірсеңіз достар ол Майнкрафттың өзі оны қосып қою. Майнкрафттың өзі Майнкрафт компаниясының өзі бұны қосып қойыпты. Бұны өшірмеңіз де. Так, енді достар біздің Майнкрафтта мынаған кіреміз. Ой, қатты кешіресіздер мынаған кіреміз да һәм достар бізде гармония дегенді достар классическийға қоятын боламыз достар. Міне
бұл качески қайерде тұрыпты десеңіздер, качески қайерде тұрыпты десеңіздер, мына видео деген үстін басады достар. Сөйтіп видео деген үстін бассаңыз достар, дәл осындай жекеп шығады. Сосын астына түсірсеңіздер, классический гармония деп тұрған болады өзі. Так, гармония деп тұрған болады. Достар, мына скрытый грипп деген достар қандай екен білмесеңіздер, мен қазір көрсетіп жіберейін. Скрытый грипп деген қандай екен білмесеңіздер, скрытый грипп деген мәселен ұшыны қоссаңыздар достар, Майнкрафтыңызда қолдарыңыз қам андай ұшатын затларыңыз есат көрінбей тұрады, қам Майнкрафттың қорқ графикасы көрініп тұрады достар. Оны өзіңіз сынап көріп аласыздар. Мен қазір қосып бермей қойын, уақытым көпірек кетіп қалады. Ал мынадай есе достар, мынадай есе өзіміздің мәселен мысал үшін мынаған кірсек, мысал үшін мынаны бассақ, тек Майнкрафтта өзіміздің қолымыз құр деп жүрген қолымыз көрініп тұрады. Ал екіншісі болса, кәдімгідей аспаннан достар біздерде камера, артымызда камера түсіріп тұрғандай болады. Ал мынау есе мысал үшін достар, қазір көрсетіп өтемін. Камераны жүріп тұрамын. Достар, ең біріншісі жаңағы видеодағы көрсеткенімде, мына ең біріншісі достар, міне дәл осындай болып тұрады, қолыңыз көрініп. Ал екіншісінде болса, қазір көрсетемін. Екіншісінде болса, мына настройге кіреміз да, мына екіншісінде есе дәл осындай болып тұрады достар. Екіншісінде жүрген кезде артыңыздан камера түсіп тұрғандай. Ал үшіншісінде болса, ал үшіншісінде болса достар, видео түсіргенге қолай өздеріңіз көріп тұратын боласыз достар. Білесіз бе достар, өздеріңіз көріп тұратын боласыз достар. Так, қайттан достар бір затты көрсетіп өтіп кетейін достар. Так, камераны жүріп тұрамын. Достар, ал достар, мынау есе достар, кнопкаңыздың размерін достар көрсететін болады. Мысал үшін достар, мен өзіме дәл мына кнопкаңыздың размерін көрсететін болады. Міне кнопка размері деп тұрыпты. Мен мысал үшін өзім қолайлы етіп, қолыма ыңғайлы етіп, мен 46 алыппын достар. Өзіңізге қандай ыңғайлы болса достар, өзіңіз қартылы қол бола бересіз. Мысал үшін дәл мынаны 100-ге шығарсақ, қазір көрсететін боламын. Дәл осыны 100-ге шығардық достар. Қазір көре аласыз. 100-ге шығардық достар, міне қараң. Нахам болып кетті достар, ебайт. Қолға дымнан нахам болып кетті. Көрдіңіз ғой достар, қараң. Десеңізден. Көрдіңіз ғой достар. Достар, бүгінгі видеомыз достар, сізге ұнаған болса достар, сіздер әлбетте лайк басуды естен шығармаңыздар достар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, біздің каналдың атын білмейтіндер достар, біздің каналдың атын қазір жазып беретін боламын. Каналымның аты Хакер достар, сызықша 777 К достар. Достар, біздің каналға достар тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал бүгінгі видео тамамланды деп достар. Достар, біздің видео аяқталды. Давайте.